Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін осындай печеньеден жасалған өте дәмді болып шығатын торттың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар осындай печенье, сүт және де заварной крем. Заварной крем менің YouTube каналымда бар. Міндетті түрде сол креммен жасап көріңіздер. Және де шоколад керек болады. Арнайы запеканкаға арналған ыдыстарыңыз болса тіпті жақсы болады. Соған салып дайындасаңыздар болады. Осындай шоколадный печеньені пайдаландым. Шоколадный печеньемен өте керемет болып шығады. Кремімізді жағып, шоколадный печеньені сүтке батырып, осылай орналастыратын боламыз. Дайын креміңіз болса, негізі өте көп уақытты алмайды, өте дәмді болып шығады. Холодильникке шамамен 20 минутта салып қойсаңыздар, өзінің бабына келеді сол уақыттары. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мына заварной кремнің дәмі деген еді өте күшті. Печенье мен кремді бір-біріне осылай орналастырып жағатын боламыз. Менде запеканканың ыдысы болмағаннан кейін осындай ұзынша тарелкаге барлығын орналастырдым. Енді формасын өте жақсы шығаруым керек болғаннан кейін арасында қолмен де басып қойдым. Сіздер запеканканың ыдысы болса, ода тіпті керемет болып тұрады, дайын болады. Міндетті бетіне ақ шоколад немесе қара шоколад құйсаңыздар да болады. Қолыңызда қандай түрі бар. Және де бетіне мен соңына қарай кокосовый стружка салдым. Егер де болмаса қоспасаңыздар да болады. Негізі кремін заварной крем немесе творожный крем жасасаңыздар да дәмі өте керемет болып шығады. 20 минутта осылай өз бабында тұрып, бір-біріне сіңісіп шықты. Тортымыз өте жұмсақ, әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер қыздар. Ас болсын баршаңызға. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Алда өте қызықты рецептімен бөлісетін боламын.